Бүгін ақерке шүкір Алла өзінің флокс жинап жатыр. Қуатпай, есалаң кір болады ғой. Мына номер жаттап қал, мына номерді көрсет. Келесі жылы қатысушы болып кететін адам осы полкаға қойыңдар. Сен точно емессің ба? Нече? Көбейтеші? Қой, чөу! Менің көп кішкентай полкамнан шыққан киімдер. Мынандай екі үлкен пакет, мынандай екі кішкентай пакет. Барлығын үйге алып бара жатырмын. Үйде тоже бір үй киім. Енді киімнен басқа ештеңе жинамаппын ғой деп ойлап тұрмын өзім. Достар, қайырлы кеш. Эфирден шықтық та. Эфирден шықсам, мына жақта жандарым. Алейкум-ассалам. Қалай бауырым ей? Ассалаумалейкум достым, бауырым. Шүкір өздерің қалай амансыңдар, сіздер ме? Ассалаумалейкум. Кеп қапты, жандарым мен қалайсыздар? Қашан елесің бека? Сендер не қылып бірден оңдырасыңдар ма өзі? Жүрген сол. Сағым қапты де. Қоралатайық. Қосалатайық. Кезіндегі роднойлар ғой, кезінде бірге бастап едік. Жалғыз қалып мен қалдырып кеткен балдар. Жоқ, бізден аяқ асты болып қалды. Осылайыққа келдік ағайын. Достарымызды күтіп тұрып мына жерде. Жандарым. Алейкум-ассалам. Балдар келіп балдармен бүгін. Ассалаумалейкум. Бауырым жақсы марана. Ассалаумалейкум. Жандарым мен қалайсыздар? Қашан елесің бека? Сендер не қылып бірден оңдырасыңдар ма? Бір бәле болып кетті, такси кетіп қалды. Телефонды қаттысын. Түсірватсың ба? Негізі бір қызық, бір қызық да бізге шет. Мен бар ғой Китайға келгеніме қанша, бір айдай болды ғой. Мен уже 4 рет па? Жоқ, 4 рет. Тегін тамақ ішіп кеткен соғы, тегін. Білмеймін, здесь люди щедрые, реально, вот қасымызда отырған балдар, например, таныспаймыз ол кісілермен, сөйлеспейміз де ол кісілермен. Просто молча угощает. Да, просто молча угощает, вот реально, просто тұрады да, счетты алып келеді ғой бізге, соны шақырады да аным, типа бізге қарай бере салыңдар деп айтады да, и өздері төлейді. Что за щедрость, а? Почему в Казахстане таких пацанов очень мало, деп ше? Қазір жазатын шығарсыздар сіздер, ужас, аринасың, сен сонда ақшаға тамақ ішесің ба балдардың деп. Если угощает, почему бы и нет? Бір мақалым бар еді ғой, если бір... Орыстардың бір мақалы бар, дают дейді.